Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап, мұңая беру ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өмірді іріткіге айналдырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы-мұңын бірталай ұмытады. Келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, есінен бірталай жойып тастайды. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен қайғыны құйрығын үзген. Қайғы-мұңмен онын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып шық. Бір кездері болып кеткен нәрселерге қайғыру, бейне бір диірменде тартылған ұнды қайта ұн шығарамын дегендей, не араланған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендей. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткен істермен ғана шұғылдану біздің ең үлкен кесел кесапат. Әсем үйлерде тұрамыз, бірақ шіріген қирандылар үшін жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып өткенді қайтарып әкелеміз десе де қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалтақтап қарай бермеу керек. Өйткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады, керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуені де осындай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай жүр.